Халқына еңбегі сіңген қайраткер тұлғалардың мерейтойлары кезең-кезеңімен аталып өтіліп жатыр. Халық ақыны Төлеукөпдіковтің 150 жылдық мерейтойын өткізу рәсімі осы мінекей тамыз айына бүгінгі күнге бұйырыпты. Бүгін Төлеу ақын тағылымы атты облыстық конференцияда ақынның шығармашылық өмір баяны мен әдеби мұрасын жас ұрпаққа баяндап, өздеріңіз жақсы баяндап бердіңіздер. Және де осы конференцияны өздерінің баяндамалары менен сол ақынның ұрпағы немересі жаңа Шынар және де Есентай Шынар немересі болса, Есентай шөбересі осыған өздерінің үлесін қосып отыр. Біз атамыздың ұрпақтары халық ақыны Төлеукөпдіковтің мерейтойының 150 жылдық тойын өткізуге басшы болған Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігіне, облыстық әкімдігіне, аудандық әкімдеріне, және де мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының өкілдеріне, аудандық мәдениет басқармасының өкілдеріне шын жүректен алғысымызды айтқымыз келеді. Осы ғылыми конференцияның өтуіне ақынның шығармашылығын дәріптеген сіздерге ұрпақтарының атынан шағын сый-сияпат жасауға рұқсат етіңіздер. Ғалым абайтанушы Асан Омар ағайға иығына шапан жауды рұқсат етіңіздер. Қазіргі заманауи кабинеттік шапанда шығыпты, соны сыйлаймыз сізге. Ал енді филология ғылымының кандидаты, педагог зерттеуші Тұрысбекова Жанар Қажымқызы ханымға ақшалай сыйлық сыяпат беріп рұқсат етіңіздер. Мәдениет саласының үздігі ақын Саят Қамшыгер мырзаға арнайы тапсырмамен жасалған домбыраны сыйға тартамыз. Ақынның Шұбартау әнін орындаған Данияр Ахмедиевке иығына шапан жаққызып тұр. Ақынның тойының өткізілетін бар шаралардың басы қасында жүрген Жарма ауданының мәдениет бөлімінің басшысы Даутов Аманжол өзімізге де домбыра сыйлағымыз келді. Осы маңайды арқырай етеміз. Енді бір Шұбартаудан келген бір ағамыз келуші бүгін емес ертең келіп отыр. Осы сияпатымызға риза болыңыздар. Ертең көп рахмет. Айтысында тағы жаңасын табыс деп өтеміз. Көп рахмет. Жақсы, көп рахмет. Құрметті, мынада жаңағы сарыарқа толғауын айтылды ғой, 9 тілге аударылған. Сол сарыарқа толғауына Абайдың ақын шәкірті Төлеукөпдіковтің сарыарқа өлеңінің маңыздылығы деген авторлық бағдарлама жасады. Сол авторлық бағдарламаның тұсау кесері өзінің туған жері Шұбартауда, Минаяқ би мектебінде Баршатаста және Емілтауда Көпдіков атындағы орта мектебінде профессордан өтті.
болашақта бұл енді аудан көлемінде, облыс көлемінде таратылады деп ойлаймыз. Бұл 9-шы сыныпқа арналған қазақ тілі әдебиет пәнінен вариативтік сабақ ретінде жүргізіліп отыр. Және де мына келесі жылға мына бойымызға алып отырмыз, жаңағы Ақтайлақ би дастаны кітапқа енсін. Жаңағы мына аударманы жасаған, мен жұмыс істеп отырған кішкентай шағын мектеп. Осы жерден 30 шақырым жерде орналасқан Шоқан Уәлиханов атындағы негізгі мектептің қызметкерлері, жұмысшылары бірінші орыс тіліне аудардық, артынан ағылшын кетті, артынан моңғол тілі кетті, қытай тілі кетті. Сонда ең ақырғы мына Падр, Шар қаласының католический церковьтің отец Антон деген кісі аударды неміс тіліне. Сол кісінің сөзін айтайыншы, это не стихотворение, дейді. Это олицетворение природы и человечества. Читая это стихотворение на Рождество, немцы, которые жили в Казахстане, стоя плакали. Спасибо за стихотворение. Сондан да бұл той аударма жасай берсін. Соған да бізге сол аудармаға маған бағыт берген, бағдар берген, мынарда отырған Саят Қамшыгер деген бауырыма да рахметімді айтамын. Көп рахмет. Жаңа шақырғанда жаңа келіп қалды дейтін Даутов Аманжолович. Аманжоловаға төрлетіңіз. Шапаныңызды алыңыз. Домбыраңыз. Жақсы. Құрметті әріптестер, конференцияның соңында міндетті түрде қаулы болу керек. Ол қаулы одан кейін орындалу керек. Бұрынғы кеңестік кезеңде осы конференцияның қаулыларына қатты қарайтын. Жаңа ғана айтылды, мына Қуанды ғана менен Төлеу балаға арналған ескерткіштің қойылуы. Төлеу ақынның туралы еңбектер мен мақалалардың жинағын шығару. Кім қандай мақалалар жазды, қандай еңбектер жазды, осылардың бәрі шашырап газет беттерінде қалмай бір жинақ болып шықса деген ұсыныстар бар. Мұражай мәселесі, Төлеу Көбдіков оқулары, міне осылардың барлығы қаулыға кіріп, қайтадан осы таратылып береді деген ойдамыз. Енді конференцияның аяғында мен осы жерге қайтадан Жарма ауданы әкімінің міндетін атқарушы Сәтбеков Сәкен Әлмұхамедұлын шақырамын конференцияға қатысушыларға сертификаттар ұсыну үшін.